Рухани ағартушылық деген нәрсенің барлығы бұрын үйден басталған. Балаға алғашқы тәрбие берілгенде, анау анамның тілі алтыным менің дейді ғой, жаңағы кезінде өлең болды осындай. Сол сияқты ай күнім менің деп өзінің тілін балаға құрметтетіп, өзінің тілінде тәрбие беру керек. Сол өзінің тілінің бүкіл өлеңін, мақалын, мәтелін, жаңылтпашын айтып үйренген бала өзінің тілінде түс көреді ол. Өзі қазақ тілінде түс көреді. Одан кейін оған мына обал болады, сауап болады, жаман болады деген нәрсені үйрететін. Бұның ішінде ертегілер, аңыз әңгімелер, батырлар жырын толық балаға айтып, ата-анасы, ата-әжесі 7 жасқа дейін бойына сіңіретін. Үйде өзін өзі қалай ұстау керек, ата мен немеренің байланысы қандай болу керек, міне осының тәртіптің бәрін үйретті. Сосын үйде жаңағы жырларды, хиссаларды, дастандарды барлығын толық білгенде, оның ішінде жаңағы үлкен әулиелердің тарихы, пайғамбарлардың тарихын қазақтың ата-аналары бұрын 7 жасқа дейін бәрін бойына сіңіріп қоятын. Сөйтіп, одан кейін ол балаға қандай алхимия үйретесіз ба, кибернетика үйретесіз ба, әлде психосоматикалық жаттығулар жазасыз ба, бала еш уақытта өзінің іргетасынан ауытқымайды. Ол баланың санасына сызат түспейді. Ол бала кез келген дүниеге салқынқанды қарай алады. Сондықтан ол балаға керек махаббат пен білімнің 80-70%-ын бала өзінің отбасында және 6-7 жасына дейін алып болады. Одан кейінгі алған білімнің барлығы бұл өмірлік құралдар ғана болды. Міне осы нәрсені ескертек екен біз бала тәрбиесінде, жалпы ағартушылықта. Одан кейін ұстаздардың мықтысын таңдау керек. Сіз мысалға балаңыздың аяғы қатып қалмасын деп мықты аяқ киіміз деп таңдайсыз, шетелден алдырасыз. Сол сияқты баланың біліміне келген кезде, ұстазына келген кезде Абай айтады ғой, мал аяма дейді. Ертең өмірде тоңып қалмас үшін, өмірде оның санасына қырау түспес үшін, мысалға, оның өмірдің салқындығы тоңдырмас үшін, осы кезде ұстаздан және ағартушылық оның бүкіл білімінен мал аяуға болмайды. Тәрбиесін 7-6 жасқа дейін бердің ба, одан кейін білімді болуына бер. Ал енді біліміне жұмсап тәрбие бермесең, онда Әл-Фараби бабамыз айтқандай, сіздің балаңыз адамзаттың қас дұшпанына айналады.